Сәлем достар, Наурыз мейрамы жақындап қалды. Қазақтың ұлттық тағамдарының бірі майсөк дайындайтын боламыз. Ең алдымен тарыны ыстық суға 5-6 қайтара жуып аламыз. Електен тарыны өткізіп, суын шығарамыз. Қараңыздар, суы қандай қап-қара болып шығып жатыр, сондықтан 5-6 қайтара жуып, суымыз тап-таза болғанша жуып отырамыз. Тарымызды таза қылып жуып алғаннан кейін оның үстіне ыстық қайнап тұрған сүтті құямыз. Етін осылай кез келген ыдыспен жауып 20-30 минутқа бұқтырып аламыз. Яғни сүті толықтай тартылуы қажет. Сүті тартылғаннан кейін осындай тап-таза сүлгіге тарымызды кептіріп аламыз. Өте маңызды процесс, яғни сіздің тарыңыз құп-құрғақ болып кеуіп тұрса, сіздің майсөгіңіз өте дәмді болып шығады. Бетін осылай бумажный салфеткамен немесе таза сүлгімен жауып қойсаңыздар болады. Толық кебуге 2-3 сағат немесе одан да көп уақыт кетуі мүмкін. Кепкеннен кейін осылай бетін ашып, тарымызды ыдысымызға салып аламыз. Майсөк бұл қазақтың ұлттық тағамдарының бірі. Және денсаулыққа да өте пайдалы. Сондықтан достар, кез келген уақытта үйде жасап көрсеңіздер болады. Тек қана Наурыз мейрамында ғана емес. Толық кепкен тарының үстіне осылай қалауымызша қант сеуеміз және оны жақсылап араластырамыз. Одан кейін бөлме температурасындағы сары майды салып, барлығын бір келкі қылып араластырып шығамыз. Сары маймен тарының дәмі өте ерекше болып шығады. Дайын болған майсөкті осылай пиалайымызға салып, тарелкаға аударсаңыздар өте әдемі болып көрінеді. Қонақтарға ұсынуға болады. Осылай тығыз қылып орналастырып, ыдысымызға аударамыз. Еке достар, біздің майсөгіміз дайын болды. Егер сіздерге видеом пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркеліп қоңыраушаны басып кетіңіз.